Шабдалы мен қауыннан жасалатын өте дәмді шырын жасайтын боламыз. Қауынды тазалап, қабығын қалыңдау етіп алыңыздар. Қабығы ащы болады. Одан кейін қауынды блендермен ezгенге ыңғайлап турап аласыздар. Мен өзіме өте ыңғайлы, жылдам ұсақтап беретін Million X блендермен ezіп алатын боламын. Ezіп алған қауынның шырынын бөлек ыдысқа құя тұрамыз. Шабдалыны да жуып тазалап, ұсақ бөлшектерге бөліп алған соң, оны да блендермен ezіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осы блендермен жұмыс жасаған өте ыңғайлы, бір түйір ертік қалдырмай майдалап ezіп береді. Шабдалыға су құйып, отқа қоямыз. Отта 15 минут қайнатып алған соң, сүзгішпен сүзіп аламыз. Осы блендердің арқасында іртігі өте аз мөлшерде шығады. Шабдалы мен қауынды бір үлкен ыдысқа құйып аламыз да отқа қоямыз. Одан кейін шыққан көбігінен тазартып, қантын саламыз да 15 минут қайнатамыз. Шырынымызды стерилденген банкаларға құйып, қақпағын жауып, әбден суығанша төңкеріп қоя тұрамыз. Осындай өте дәмді шырыннан менде 9 литр банка шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.